сепарация тақырыбын қозғайтын боламын. Сепарация бұл бөліну деген мағынаны білдіреді, яғни қандай да бір дүниеден бөлініп шығу. Біз адамзат үш түрде бөлінеді, үш этаппен бөлінеді. Бірінші физикалық, яғни бұл анадан жатырынан шығу, сүттен шығу уақыты, сосын өзі жеке тамақ жей алатын уақыты, яғни ол 3 жас, туылғаннан 3 жасқа дейін физикалық тәуелді болады анасына сепарацияланбай. Одан кейін 3 жастан кейін өзі жеке тұлға ретінде жаймен дамуды сол 3-ші уақыттан 3 жас кризисінен бастайды. Өзінің шекарасын қорғай бастайды, өзінің кім екенін, өзінің бөлек адам екенін түсінеді. Оған дейін анасымен бірге бір эмоцияны сезінетін, анасына қарайтын, анасы арқылы елді танитын, жерді танитын. Ал 3 жастан кейін ол бөлек әлем екенін, анасы ол ана екен, мен басқа адам екенмін деген сияқты түсініктерді, түйсіктерді бастайды. 3 жастан кейін 5, 6, 7 жастар аралығында осы сепарациялану этапы жүреді. Өзі жеке киіне алады, өзі бара алады, жей алады, оқи алады сабағын деген сияқты әрекеттер жасай бастайды. Егер кедергі келтірмесе ата-анасы осы сәтте, онда бала жақсы сепарациядан өте бастайды. Психологиялық күйімен де, физикалық күйімен де. Одан соң есейе келе адам материалды, финанстық сепарациядан өтеді. Яғни ата-анасына бұрынғыдай тәуелді емес, бұрынғыдай ақша сұрамайды, өзі еңбектенеді, өзі материалдық күйін өзі қамтамасыз ете алады. Ода бөлек тұруы бар, үйленуі бар. Алайда бір өкініштісі, біздің эмоционалды психологиялық сепарациялануымыз өте қиын жүреді екен. Яғни біз үйленсек те, тұрмысқа шықсақ та, бөлек кетсек те, ата-анамыздан жырақта болсақ та, көбісі үйден қашып кетеді ғой, студент болып, басқа қалаға көшіп деген сияқты, бөлек тұрғым келеді деген сияқты. Бірақтан алайда көбісі олай кеткенмен де сепарация жүре алмайды. Яғни бөлек ата-анадан бөлек тұрса да эмоционалды, психологиялық қатты тығыз байланыс болады. Жырақ кете алмайтын. Сепарацияланбаған адамдар көбінде мына қазіргі заманда 24 жас деп белгілеп тұр. Бұрын 18 жас еді. 18 жаста адам баласы ата-анасынан бөлек психологиялық та бүкіл жағынан сепарацияланған ересек адам еді. Ал қазіргі кезде 20-24 жас аралығы деп белгіленіп жатыр психолог ғалымдардың көзқарасымен. Алайда кейде біз байқаймыз, одан да үлкен адамдар бала позициясында сепарацияланбаған күйде жүреді. Өздерінің ойы жоқ, өздерінің жеке пікірі жоқ, өздері шешім шығара алмайды, барлық адамды кінәлайды, ренжігіш келеді. Енді түсініп тұрғандарыңыздай, сепарацияланбағандықтың белгісі қандай болады? Біз бөлінбеуімізді қалай біле аламыз? Мысалға, ең бірінші сіз үнемі әке-шешеге обида ұстайсыз. Әкеге, анаға, әкеге сын, анаға өкпе-реніш болады, немесе анаға сыни көзқарас, әкеге өкпе-реніш деген сияқты. Сондай ата-анаға претензияңыз болады, обидамен қатар. Одан соң үнемі оларды бір нәрсе бермеген сияқты сезінеді. Мысалға, олар до конца оқытпады ма, олар толық сізді қамтамасыз ете алмады ма кезінде, немесе басқа оқу орнына түсуге мүмкіндік бермеді ме, әйтеуір соның барлығын ойыңызда соны айналдыра бересіз, және олармен қарым-қатынасыңызды бұзатын осы сіздің ойларыңыз болады. Мысалға, сіз бұрын маған үйтпегенсіз, оған үйттіңіз, маған бүйтпедіңіз деген сияқты. Ініме былай қарадыңыз, маған былай қарадыңыз, дұрыс емес қарадыңыз, мені тез ерте сүттен шығардыңыз, ал інімді 3 жасқа дейін еміздіңіз деген сияқты кінәлау, күнә арту, критиковать ету деген сияқты сезімдермен ата-анасымен дұрыс қарым-қатынас орната алмайды. Немесе керісінше ата-анасымен қатты нығыз қарым-қатынаста, олардың көңілін қалдырғысы келмейді, оларды қатты жақсы көреді, соның әсерінен оларды барынша разы қылуға тырысу үшін қыз баласы немесе ұл баласы ертерек үйленуге, тұрмысқа шығуға асықпайды. Алдымен осы ата-анамды разы қылып алайын, осы ата-анамды реттеп алайын, сосын барып үйлене жатармын деген сияқты. Немесе ата-анаға сепарацияланбағанның әсерінен қартайған ата-анасына өзі ата-ана рөлін атқарып кетуі де әбден мүмкін. Тұрмысқа шығады, тұрмысқа шыққаннан кейін бөлек тұрады ата-анасынан. Алайда сепарацияланбаған әйел
келін, күйеуін немесе енесін өзінің жетпеген жетістіктері үшін кінәлайды. Мысалға, бала болмағанда, күйеуге шықпағанда, енем қарсы болғаны үшін осы нәтижеге жете алмадым, осы әрекетті жасай алмадым деген сияқты айналасындағы үйдегі отбасындағы адамдарды кінәлай бастайды. Сол себепті сепарацияланбаған әйелдер көбіне карьерада рост болмайды, карьерада өспейді. Олар бір орында тұрып, солай елді кінәлап, жертва состояниесіне жақын әрекет жасайды. Солай оларға ыңғайлы болып келеді. Сепарациядан бір ғана адам, тұлға, субъект шыға алмайды. Негізінде сепарацияға ата-ана 3 адам кіреді. Әке, шеше, анасы. Әке, шеше, анасы кіргеннен кейін не үшін бұл сепарациялану процесіне, психологиялық сепарациялану процесіне не үшін ата-ана кіреді деп ойласаңыздар, бұл ата-ана өзінен властьті кетіргісі келмейді. Яғни өзінің қарамағында баласын былай ұстап тұрғысы келеді. Баласына сөзі жүргенін қалайды. Үйленген адамдарды, тұрмысқа шыққан адамдарды байқасаңыздар, үнемі ақылдасып, сөйлесу, ата-анасымен сол ата-анасының қарамағында болу жаңағы ата-анасы үшін ең маңызды нәрсе. Егер де кішкене болсын өзіңнің ойыңды жасағың келіп, өзіңнің қалауыңды істегің келген кезде, неге ақылдаспадың деген сияқты конфликттер пайда болады, ұрыстар пайда болады үйде. Не істейді? Сепарацияланбаған адам оған ыңғайлы, себебі ары қарай қарсыласу өте қиын процесс, қыздар. Қарсыласқанның орнына, ата-анама қарсы шыққанның орнына, лучше сол көніп жүре берейін, ақшамды берейін соларға, табайын ақшаны соған берейін, сол адамдардың айтқанымен жүрейін, мынаны істе, үйт, осылай, осы жұмысқа орналас, міне саған жұмыс тауып қойдым, міне саған күйеу тауып қойдым, міне саған әйел тауып қойдым деген сияқты мәселелерде ата-ана көбінде басқарып отырады балаларын. Міне сепарацияланбауға көбінде ата-анамыз кедергі жасап жатады. Мысалға, қарапайым мысал. Балаңыз өзі киінгісі келді. Кішкентай бала, 2-дегі, 3-дегі бала сіз жоқ кие алмайсың, мә деп уақыт экономдау үшін балаға самостоятельно болуға рұқсат бермедіңіз. Осы жерден бастап балаға сепарацияланбауға уже сіз кедергі келтіріп жатсыз. Егер балаға кедергі келтірмесеңіз, өзі еркімен өзі шешім қабылдауға көмектессеңіз, хотя бы таңдау барысында сатып алған киім болсын, таңдау барысында 2 түрлі нәрсені тауып, мысалға, мә мына екеуін біреуін таңда, өзің қалағыңды аласың деген сияқты. Себебі қалағаныңды таңда деп барсаңыз, ол жерде бағалар әртүрлі, сіздің жағдайыңыз келмей қалуы мүмкін, немесе өте арзанын, жаман качествосын таңдап қалуы мүмкін. Нормальный качествосын бар затты алып кеп таңда. Қарапайым мысал, сепарациядан өтуге мүмкіндік беру, осы балаға таңдау жасау, баланың өзінің тұлға ретінде екенін сезіндіру. Біз осындай нәрседен өтпеген соң, сепарация бізде қиын болады. Тұлға ретінде өсе алмай қаламыз, карьерада өсе алмай қаламыз, бәрін кінәлаймыз, барлық нәрседе біреу бізді қолдаса екен дейміз. Жаңағы сепарациядан өтпеген адам тағы да бір белгісі, өзі өздігінен шешім шығарамайды. Хотя бы киімді таңдай алмайды. Суретке түсіреді, құрбысына жібереді. Қараш, мен мынандай киім алдым, мынау жараса ма, жараспай ма деген сияқты. Дәл осы біздің сепарацияланбаған адамдардың осындай әрекетін блогерлер өте фишкамен қолданады. Қараңдаршы, қайсы жарасады деген сияқты. Ол адамдарға, жаңа сепарацияланбаған адамдарға өздері өз өмірлеріне жауап бере алмайды, өздері өз өміріне қатысты нәрсені таңдай алмайды, и плюс басқаларға ақыл айтады. Мысалға, сен ананы таңда, сен үйт деген сияқты. Өздері жасай алмайды оны, бірақ соны ақыл айтуға тырысады екен. Өздеріге жасаса, онда ол басқа тема болар еді. Сосын шығара алмағандығының нәтижесінде, мысалға, күйеуге тию, қарапайым нәрсенің шешім шығара алмағаны былай тұрсын, күйеуге тию, қиын өмірлік жауапкершілігі бар, өзінің өміріне қатысты мәселені өзі шешім шығаруға қатты қиналады. Мына жігітке я десем бекен, жоқ десем бекен, не істесем, мына жұмысты істесем ба, істемесем ба, немесе күйеуім осылай деді, мен не деп айтайын деген сияқты сұрақтар қойып жатады. Және де сепарацияланбаған адамның тағы да бір белгісі, бұл ата-ананы қатты идеал қылып санау. Қатты идеал қылып санайды, до того не айтса соны дұрыс дейді. Сосын 18-ден асқан кезде, оларға дұрыс емес екенін түсінген кезде, иллюзиямен жүргенін білген кезде, олар құдай емес, олар идеал емес. Қарапайым қателік жасай алатын күнәлары бар, қателіктері бар. Күнәлар енді Аллаға аян ғой, кешіріңіздер, кінәлары бар деген мо, кінәраттары бар. Қателік жасайтын қарапайым адамдар, травмалары бар, психологиялық проблемалары бар, мәселелер бар. Соны байқаған кезде, көре бастаған кезде, бала, осы адамдарды үйстіп жүрдім ба деген сияқты. Оның істеріне, бұрынғы өткен істеріне бағана айтқанда претензия бастайды. Үйстің маған, биттің маған, олар идеал санап қойғандықтан оларды не істейді,
кінәлайды. Біз қандай кезде адамдарға обида сақтаймыз? Бұл обида тақырыбы бөлек тақырып негізі, бірақ сепарацияланбаған адам бағана айтып өткендей қатты обидчивый болады. Өкіметке де, үйіне де, тіпті кішкентай баласына да, фу, балам битті, сиіп қойды, бұтына түшіп қойды, сосын мен ұрдым, өзі кінәлі. Кішкентай бала ол білмейді ғой. Анасы оны жауапкершілікке алып, баланы өзі тәрбиелеу керек, иә, мысалға. Бірақтан ол аналар сепарациядан өтпеген болса, солай до того кішкентай балаға дейін кінәлап қояды, мысалға. Әрекет еткісі келмей, солай елді кінәлау оларға ыңғайлы болып келеді екен. Кейін әке-шешеден сепарация өтпеген адамдар тағы да блогерді, психологты, коучтарды, жалпы медиа тұлғаларды кім көрініс табады, олардың құндылығымен кім сай келеді, соны өзіне үлгі, үлкен идеал қылып тұтып алады. Мә, сіз сияқты болсам ғой, мә, сіз сияқты күшті болсам ғой. Ол кемшілік бар шығар. Ол экранға мысалға мен қазір кемшілігін көрсетіп отырған жоқпын ғой, ашу ызамды көрсетіп отырған жоқпын, немесе бір конфликттерімді көрсетіп отырған, кемшіліктерді көрмейді ол адамдар. Бұлай экранның бойындағы нәрсені көреді, мә, мен осы адам сияқты болсам ғой, күшті деп, сондай идеал жасайды. Айдол дей ма, не дейді ана? Сондай сияқты, сондай ұстайды оларды. Сондықтан да сепарациядан өту процесі өте қиын. Себебі әке-шеше сізді жібергісі келмесе, контрольсыз, тіпті 30-дан асып кеткен адамдарда да сепарацияланбау бар. Ата-анасы әлі де контроль. Қайдасың, не істеп жатсың, қайда жүрсің, тез кел, міне сағат кешкі 9 болды, үйге қайт, жүресің баусы қаңғып, тіпті 30-дағы еркек балалармен, достармен кетсе, ода мамасы звондап тұрады, қайдасың, не істеп жүрсің, кел тез, кеш болып кетті деген сияқты. Вот сепарацияланбау осы нәтижеге әкеп, сепарацияланбау нәтижесі осындай болады. Сепарациялану жолын қалай қарастырамыз, қалай сепарациядан өтеміз? Психологиялық сепарациядан. Ең бірінші қыздар бұл нәрсені мойындау керек. Мен расымен де сепарацияланбағанмын ба? Анализ жасаңыз миыңызға, ойланыңыз, бүгін отырып ойланыңыз. Және ата-ана мына сепарациялану тағы бір белгісі, ата-ана сценариймен көбірек жүреді. Мамам бүйтіп айтып еді, әжем бүйтіп айтып еді, әкем былай айтқан, сол дұрыс. Мүмкін ол дұрыс емес шығар. Анализ жасамайды сепарацияланбаған адамдар. Дәл сол адамдардың айтқанымен жүреді. Мысалға, менің айтып отқан дүниелерімді де сіздер анализ жасаңыздар. Мүмкін сіздің құндылығыңызға сай емес шығар. Мүмкін менің пікіріммен сіз келіспейтін шығарсыз. Мүмкін бұл психологиямен сіз мүлде келіспейтін шығарсыз. Келісетін жерін алыңыз, келіспейтін жерін алып тастаңыз. Кәдімгідей фильтр болу керек. Адам кәдімгідей критик көзбен қарау керек информацияға. Ата-ана, мысалға, Құдай емес деп айттым ғой. Ата-ана сізге кеңес берді, өз сценарийлерін сізге тықпалады, иә, былай болу керек, бала деген былай жасау керек. Мүмкін ол дұрыс емес шығар. Сол дұрыс жерін алып, дұрыс емес жерін сызатындай анализ жасай алуыңыз керек. Ата-ананың сценарийін есіңізге түсіріңіз және өз сценарийіңізді жазыңыз. Өмірлік құндылықтарыңызға қатысты өз сценарийіңізді жазыңыз. Бірінші қабылдау керек, мойындау керек. Иә, мен сондаймын. Иә, мен сепарациядан өтпегенмін, иә. Мойындадық. Одан кейін әрі қарай не істейміз? Жауапкершілік аламыз, өз бойымызға жауапкершілік аламыз, ата-анадан бөлек кетуге тырысамыз. Егер сіз тұрмысқа шықпаған болсаңыз, онда керемет мүмкіндік бөлек тұрып көру. Бөлек тұрып, бөлек шешім шығарып көру, өз бетіңізше өмір сүріп көру. Себебі сізді артық контроль жасамайды. Қайда бардың, не істедің, бөлмеңізге кіріп, қалай, не ол, не қылды, не істеді деген сияқты сұрақтар көп қойып мазаламайды сізді. Контроль жасамайды. Және ескертетін нәрсе, үлкен нәрсе, сіз сепарациядан өту барысында жаңағыдай маған не ұнайды, мен нені қалаймын, ақылдаспай өз қалаумен жасаймын, өзім шешім шығарамын, өз өміріме өзім жауаптымын деген мәселені ұжып сепарациядан өту үшін бастаған кезіңізде біліңіз, сізге күйеу болсын, күйеуге шыққан болсаңыз, жігітіңіз ба, или там ата-анаңыз, енеңіз, тағы кім авторитет, достарыңыз, көп ақыл сұрайтын адамдарыңыз, в общем, үнемі ақыл сұрап, ақылдаса беретін адамдарыңыз қарсы шығады, манипуляция басайды. Мысалға, ойбай, өзің үйтетін болып қапсың ғой, ойбай, менің көмегім керек болмай қапты ғой, неге менімен ақылдаспадың, неге мен сонда маған неге айтпай үйтіп жасап алдың, хотя бы фотоңмен бөлісіп қойсаң болады ғой деген сияқты нәрселер айтады.
өзінше болып кетіпсің деген сияқты, иә, құртая болып кетіпсің, өзінше болып кетіпсің, менімен ақылдаспайсың. В общем, сондай манипуляция жасап бастайды. Уже и конфликт пайда болады. Сен үйттің, сен ата-ана тараптан әсіресе мен сені осы уақытқа дейін өсірдім, қақтым, бақтым, енді өзінше болып кеттің ба, өзің есейіп қалыпсың ғой, бөлек кететін болып қалдың ба деген сияқты сондай манипуляцияны сізге атқылайды. И абайлаңыз. Бұл жерде уже сабыр сақтау керек. Кішкене сабыр сақтаңыз. Мама, досыңыз болса құрбым, или там кім авторитет сізге, ұстазыңыз ба, білмеймін, сепарацияланбаған жеріңіз табыңыз. Сол адамға айтасыз: білем, мен сен қатты уайымдайсың, мен сені жақсы білем, бірақтан осы нәрсені мен қалап тұрмын, менің жан дүнием осы дүниені қалап тұр, и осылай шешкім келді, шештім, болды, тым қиын емес, сен уайымдама, сен артық уайымдатқым келген жоқ. Ой, уайым, несі уайымдаған, ол сенімен бірге болуым керек, мен сені сезуім керек, сені түсінуім керек, анау-мынау деген әңгімелер айтады. Үндемей сабыр сақтауға тырысу керек. Және сепарациялану бір ай емес, мүмкін бір жылдан аса уақыт кете ма, білмеймін қанша уақыт кетеді. Егер сізге қиынырақ болып жатса, сондай мәселе ішкі тупиковый жерге тиіп қала берсеңіз, қайта сондай конфликттер болсын, білмеймін, әйтеуір. Сол кезде сіз түсініңіз, психологқа барып, кішкене кеңес алыңыз, психологқа барып терапия алу керек екен. Өзіңіздің баратын орталық қай жер бар, сол жерге барып кеңеске жүгініңіз, жарай ма? Одан кейінгі нәрсе, ешкімге дәмеленбеуді үйреніңіз. Мына адам маған бүйтіп қойса болады ғой, мамам көріп отыр, көмектессе болады ғой, осы баламен үлгермей жатқанын көріп тұр, келіп көмектессе болады ғой, осылай үй салып жатырмыз, кірпішіне ақша берсе болады ғой, деген сияқты мәселелерде сепарацияланбаған адамның әрекеті. Ересек адам: бұл менің ісім, бұл менің балам, бұл менің үйім, өзім шешем, өзім реттеймін деген понятияда болады. Ешкімге дәмеленбеуді үйренген кезде байқайсыз, обида сақтамауды бастайтын боласыз. Прям өзім қолданған мұны. Прям ешкімге ренжімейсіз. Ешкім сізге міндетті емес қой. Жасаса сауап алады, жасамаса күнә емес қой. Мысалға күнәһар болып кетпейді ғой, дұрыс па? Сол нәрсені үйреніңіздер. Ата-ана Құдай емес. Ата-ана істей алмаған ісі үшін кінәлі емес. Оларда барын бере алатынын сізге берді. Соны ұмытпаңыздар, қыздар. Бере аларын сізгерге берді. Нені бере алды? Тәрбие, материалдық жағдай, кішкене эмпатия болсыншы сіздерде. Эмпатиямен қарап көріңіздерші, ата-ананың сол күйіне назар салыңыздаршы. Сол кезде қандай күйде олар сіздерді бақты, қандай күйде олар еңбектеніп сіздерді оқытты, мысалға, қандай күйде сіздерді тамақтандырды, елден кем етпей өсірді, тәрбиелеуге тырысты, жақсы адам болдыңыздар. Егер жаман адам болсаңыздар, сіздер курста отырмас едіңіздер, психологиялық тұлғаңызды зерттеуге тырыспас едіңіздер. Яғни сізді жақсы тәрбиеледі. Демек, одан артық нәрсе ішіңізде былай монолог болып: ой, мамам үйткенде, папам бүйткенде, үйткенде, ана бір психологтардың керек емес жерді тырнап қыршып жараны аршитын әдеттер бар ғой, бойға тесетін. Сол нәрселерді оқып тыңдап аласыздар да, барып ата-анаңызды езгілейсіздер. Оймен езесіздер ма, барып сөйлесесіздер ма, білмеймін, бір бәле жасайсыздар көбісіңіз, лучше олай істемеңіздер. Ата-анам маған бере алатынын берді, жасай алатынын жасады. Енді мен ересек ретінде мен өзіме керек нәрсені өзім жасап ала аламын. Яғни ата-ана бере алмаған нәрсе не ол? Соны ойлаңыз, соны жасаңыз. Және сепарацияланбаған күйіңізді анықтаңыз. Мүмкін сіз ата-анаңыздан ақша алатын шығарсыз, мүмкін енеңізге, күйеуіңізге мұқтаж шығарсыз. Сол финанстық сепарация, сепарацияланбау болса, онда сол финанстық сепарацияланбау қалай өйтіп бөлініп кетуге болады? Қалай мен өзім финансово тәуелсіз бола аламын? Сол жағын ойластырыңыз, психологиялық жағын ойластырыңыз. Ең бірінші өзіңіз шешім шығарыңыз, ең бірінші жауапкершілікті өзіңізге алыңыз, ең бірінші өзіңізге не керегін, қай жерде, қай кезде керегін, қандай арман, қандай мақсат керегін, именно сізге ол қажет пе, әлде басқа біреудің қажеттілігі ме, соның барлығына анализ жасап, әрі қарай әрекет ету керек. Болды. Бұл темада осы ғана тапсырма, кеңесім. Осы әрекеттерді жасау арқылы сепарациядан өтесіз. Иншалла.
Тақырып ұнаса, лайк басып, подписка жасаңыз және комментарий қалдырыңыз. Сізде осындай күйлер болды ма, осындай белгілер сізде болды ма, сол жайлы да комментарийға қалдыра кетіңіз.